Сәлеметсіңдер ме, балалар? Суретке назар аударайықшы. Бірінші суретте бұл кім? Олар не істеп отыр? Олар Құрманғазы Сағырбайұлы мен Дина, кішкентай кезіндегі Дина. Олар домбыра тартып отыр. Және екінші суретте бұл есейген кездегі Дина Нұрпейісова. Балалар, бүгін біз сіздерменен жаңа бөлімді өтетін боламыз. Атақты тұлғалар деп аталады. Ребята, сегодня мы начинаем новый раздел «Известные личности». Сабағымыздың тақырыбы Дина күй шертеді. Дина играет күй. Сабақтың мақсаты мәтінді түсініп оқу және оның мазмұны бойынша қарапайым кім, не, қандай, кімнің, не істейді сұрақтар құрастыру. Тірек сызбаны пайдаланып сөйлем құрастыру. Цель урока – понимать содержание текста и составлять вопросы со специальными словами «кто», «что», «какой», «чье» и «что сделал», и составлять предложения, используя опорные слова. Жаңа сөздер: атақты, знаменитый, известный, ұлы, великий, величавый, дарынды, одаренный, күйші, күйші, музыкант, күй шерту, играть күй, ұстаз, педагог, учитель, наставник. Жаңа сөздерді менімен бірге қайталаймыз. Атақты, ұлы, дарынды, күйші, күй шерту, ұстаз. Балалар, есте сақтайық айдары. Сен не істейсің? Что ты делаешь? Мен күй шертемін. Мен күй шертпеймін. Я играю күй. Я не играю күй. Ребята, обратите внимание на окончание. В первом лице будет «н». Сен күй шертесің. Сен күй шертпейсің. Ол күй шертеді. Ол күй шертпейді. Во втором лице будет окончание «сын». В третьем лице будет окончание «д». Так как слово мягкое, поэтому прибавляется мягкое окончание. Сен кімсің? Ты кто? Мен күйшімін. Я күйші. Сен күйшісің. Ты күйші. Ол күйші. Он или она күйші. Ребята, в казахском языке нет рода категорий, поэтому к мужскому и женскому роду используется местоимение «ол». Ол не істейді, что он или она делает. Ол домбыра тартады. Она играет на домбыре. Ол күй үйренеді. Он учится күй. Саған не ұнайды, ұнамайды? Что тебе нравится или не нравится? Маған күй шерту ұнайды. Мне нравится играть күй. Немесе маған күй шерту ұнамайды. Мне не нравится играть күй. Тыңдалым, оқылым. Мәтінді оқы, асты сызылған сөздерге сұрақ қой. Прочитайте текст, задайте вопрос
к выделенным словам. Опорные слова. Кім не істейді, қандай, кімнің, не. Ал енді балалар, жаңа мәтінді алдыменен тыңдап алайық. Дина Нұрпейісова қазақтың атақты күйшісі. Дина Нұрпейісова известный казахский күйші. Дина кішкене кезінен домбыра тартуды үйренеді. Дина с малых лет учится играть на домбре. Дина 9 жасқа келгенде оны ұлы күйші Құрманғазы іздеп келеді. Когда Дине исполняется 9 лет, к ней приходит великий күйші Құрманғазы. Құрманғазы кішкентай дарынды қызға бата береді. Құрманғазы дает благословение маленькой одаренной девочке. Оған күй шертуді үйретеді. Он учит ее играть күй. Кейін Дина ұстазының жолын жалғастырады. Потом Дина продолжает путь своего наставника. Құрманғазының басқа да күйшілердің күйлерін шертеді. Өзі де күй шығарады. Она играет күй Құрманғазы и других күйші, а также сама сочиняет күй. Ребята, теперь вот по этому тексту вы должны составить вопросы именно к выделенным словам. Бірінші сөйлемге қандай сұрақ құрастырамыз? Вот выделенное слово у нас Дина Нұрпейісова. Мы задаем вопрос. Кім қазақтың атақты күйшісі? Кім? Дина Нұрпейісова. Второе предложение. Дина кішкене кезінен домбыра тартуды үйренеді. Выделенное слово үйренеді. Не істейді? Дина кішкене кезінен не істейді? Дина кішкене кезінен домбыра тартуды үйренеді. Следующее выделенное слово у нас Құрманғазы. Кім іздеп келеді? Динаны кім іздеп келеді? Құрманғазы. Кішкентай дарынды. Вот к этим выделенным словам какой вопрос можно задать? Қандай қызға бата береді? Құрманғазы қандай қызға бата береді? Кішкентай дарынды. Следующее у нас выделенное слово күй. Оған күй шертуді үйретеді. Оған не үйретеді? Күй. Следующее выделенное слово у нас ұстазының. Кімнің жолын жалғастырды? Кімнің? Ұстазының. И последнее. Құрманғазының басқа да күйшілердің күйлерін шертеді. Өзі де күй шығарады. Не шығарады? Күй. Балалар, сендер де осылай сұрақ құрастырды деп ойлаймын. Үшінші тапсырма 39-шы бет сөйлем құрастыруымыз керек. Балалар, бірінші Дина деп жазылған, ары қарай екінші бағанда атақты, домбыра, күй, Құрманғазыдан күй, ұстазының жолын, және үшінші бағанда етістіктер жазылған. Жалғастырды, үйренеді, тартады, шертеді, күйші болды. Енді осы сөздерменен біз сөйлем құрастыруымыз керек. Ребята, в этом задании вы должны составить предложение из этих слов. Они идут вот по порядку. Первое — это Дина должно быть. Второе — это
слова из второго столбика, и третье это слова сказуемые, глаголы. Вы знаете, что в казахском языке глагол сказуемый всегда стоит в конце предложения. А теперь давайте составим предложение. Дина атақты күйші болды. Вот таким образом составляем остальные предложения. Айтылым, говорение. 6-шы тапсырма 40-шы бет. Сөйлемдерді оқы, ақпараттың дұрыстығын анықта. Ребята, в этом задании вы должны определить правильность или неправильность информации. Это задание выполняем устно, отправляем голосовым сообщением учителю. Бірінші сөйлемді оқиын. Дина қазақтың атақты күйшісі. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Дұрыс. Вот таким образом читайте предложение, а потом говорите дұрыс или дұрыс емес. Если это неправильная информация, вы говорите дұрыс емес и говорите информация, которая должна быть правильной. Информацию, которая должна быть правильной. Түсінікті, иә? Қалай орындау керек? Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.